Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ресторандағыдай сёмка балығын қуырып пісіретін боламыз. Тағам өте дәмді болып шығады. Егер видео қызық болса, соңына дейін көріңіздер. Пісіру үшін бізге сёмка балығы қажет болады, және де қалаған көкөністеріңізді маринадтап пеште гарнир ретінде пісіретін боламыз. Көкөністерді пісіру үшін алдымен пешті 180 градусқа 30 минутқа қыздырып аламыз да пісіретін табаны майлаймыз. Жалпы гарнирге қалаған көкөністеріңізді қоссаңыздар болады. Бұл жердегі басты ереже осы видеода көрсетілген маринад бойынша көкөністерді пісірсеңіз ғана болғаны. Сол рецептпен өте дәмді болып шығады. Енді майланған табаға картоп, кабачки, баклажан, болгар бұрышын турап саламыз. Енді дәмдеуіштерден тұз себеміз, және де құрғақ немесе балғын сарымсақты қосамыз. Және тәтті паприкадан себеміз де артынша 2 ас қасық соя соусын қоямыз. Енді 3 ас қасық зәйтүн немесе басқа да өсімдік майынан қосамыз да артынша орегано немесе базилик болмаса итальяндық шөптерден кішкене сеуіп шығамыз да басқа да қалған көкөністерімізді салып, барлық осы массаны жақсылап араластырамыз. Енді осы өнімдерді қызып тұрған пешке 180 градусқа 45-50 минут шамасында пісіреміз. Мен көкөністерді ірі етіп турағаннан кейін 50 минутта пісті. Егер сіз жұқа етіп турасаңыздар, 35 минутта пісіп қалады. Осымен біздің гарнир дайын болды. Оны басқа да тағамдардың қасына қойып ұсынсаңыздар болады. Енді балықты қуыруға кірісеміз. Алдымен балықты құрғатып сүртіп аламыз да оның екі жағына лимонның шырынын қосып, қара бұрыш сеуіп балықтың екі жағына да дәл солай жағып шығамыз. Бұл балыққа тұз қосудың қажеті жоқ, себебі сёмканың өзі тұзды болып келеді. Тұзды көп қоссаңыз, дәмсіз болып қалуы мүмкін. Енді табаға өсімдік майын құйып, оны қыздырып, сарымсақ пен розмарин салып, 1 минуттай қызарғанша орташа отта пісіріп аламыз. Жалпы розмарин қосу міндетті емес. Бұл өнімдер біздің тағамға аромат және де дәм береді. Кейін балықты салып, бір шетін орташа отта 4-5 минут шамасында қуырып аламыз. Ол уақытта қызарған розмарин және сарымсақты алып тастаймыз. Бір шеті қызарып піскеннен кейін екінші шетіне аударып, дәл сол әдіспен балықты 4-5 минут шамасында қуырып аламыз. Балықты дастарханға ұсыну үшін гарнирге күріш қайнаттым және де пешке піскен көкөністермен безендірдім. Видеода оформление түрі көрсетілген. Жалпы қалауыңызша жасасаңыздар болады. Осымен біздің балық және де гарнир дайын болды. Балықты безендіріп, әрі оған дәм беру үшін кілегейлі соус пен икра қостым. Барлықтарыңызға ас болсын. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.